Қызық әңгіме. Күн екіндіге ауа жұмыстан шыққан оны аялдамаға жете бере қарсы жолыққан жас қыздың дауысы селк еткізді. Жол үстіндегі әңгіме ұзаққа бармаса да, оның жүрегін қобалжытып тастады. «Сіз неге көрінбей кеттіңіз?» Кішкене қыздың сұрағы ауырлау тигенмен, оның арғы өміріне қайталау жасауға көмектескендей, жол ортасынан бұдан бір ай бұрын жазған әңгімесінің хәлін білмекке әдеби газеттің есігін ашқызды. Өзіне таныс орта оны құшақ жая қарсы алмаса да, салқын қабақ танытқан жоқ. Әңгіме дегеннен бұның шығармасы төңірегінде болды. «Жазған дүниең өте ұнады», деді жауапты кісінің бірі. «Бірақ өте ауыр, оқырманның қабылдауы қиын. Өзің білесің, біздің оқырмандар мұндай психологиялық әңгімені оқуға дайын емес, және көлемі қысқа. Олай болса қайтарып беріңіздер, басқа газеттерге ұсынайын. Бізден басқа бірде-бір газет мұндай дүниені баспайды. Сен одан да қызық әңгіме жазып әкел. Көктем болса келіп қалды, сендер болсаңдар жазсыңдар» дегендей. Сонымен ол ертеңіне оқырманға жеңілірек, көңілді шығарма жазып әкелуге уәделесті. Жол үстінде келе жатып, кенет оң жақ құлағының түбінен саңқ еткен дауыс оның ойын үзіп жіберді. Деп жалт бұрылғанда, көшедегі ағылған машиналар мен жолдың арғы бетіндегі жүргіншілерден басқа ешкімді көрмеді. Бір таңқаларлығы, атын бір емес бірнеше рет жылдам қайталаған оның дауысын анық таныды. Айран асыр қалып жол үстінде жаңағы дауыстың қайдан шыққанын біле алмай ұзақ тұрды. Көз көрінер жерде атын атамақ түгілі түсін түстей де алатын жан баласын көрмеген соң ары қарап жүріп кеткен. Бірақ үйіне жеткенше өз-өзіне келе алмады. Өзіне таныс дауыс, таныс болғанда да құлағына әбден сіңіп қалған дауыс. Ол мені іздеп жолға шықты, не бір ауыр жағдайға тап болды, деп тұжырымдады өз ойын. Үйіне келгеннен соң әлгі ауыл қызының қысқа кездесуіндегі сөздері үзіліп есіне түсе берген. Осы жаққа шығатын күні оның үйіне барған едім. Өзін көре алмадым, бірақ әйелі әлде нәрсе сұрағысы келіп, қанша оқталғанмен бата алмай-ақ қойды. Оны да өзіңізді де қинап қайтесіз, ол бәрін де біледі, деген қыз. Төбесіне су құйып жібергенде тұрып қалған оны жігіт жайы емес, сендер де жанға қалай түсіндірсем екен, деген ой мазалаған еді. Бірақ ол ойын сыртқа шығара алмады, өйткені жігіт жайын бес саусақтай біле тұра бәріне де көнген өзі. Оның ойы сұп-суық, әлемнен жылы беткейге ауысқандай, көңіліне сезім нұры ұялай бастады. Кенет осы жайлы әңгіме жазсам қайтеді деп ойлады. Қалай байқамаған, көңілді де әсерлі әңгіме деген өзінің өмірінде де тұр екен ғой. Әдемі әсерінен айықпай тұрғанда жылдам жазып тастағысы келіп, қағаз бен қалам дайындауға кіріскен. Алғашқы күннен бастап жігіттің тік мінезділігі, шешімділігі, шыншылдығы таң қалдырған. Ол жып-жылы жанұясының, балаларының бар екенін сол күні-ақ жасырмай айтты. Жүрегіне алғаш көрген сәттен-ақ орнығып қалғанын қаласа, кейіндеу әйеліне түсіндіріп, бәрі бірге өмір сүргісі келетінін де сол күні-ақ алдына жайып салған. Бірақ оны бір шешімге келтіре алмаған нәрсе жігіттің жып-жылы жанұясы бола тұра бұған сөз салуы және ақылдан асқан қызғаншақтығы. Сол қызғаныштың кесірінен одан естімеген сөз де қалмады, жұдырық тимеген дене де қалмады. Бірақ қанша ұрысып таласса да, кәдімгі ерлі-зайыптылардай артынша бірінің көзі көгеріп, бірінің беті тырналып, бір-біріне еркелей қарап, ештеңе болмағандай шай ішіп отырар еді. Мұндайда қыздың әзіл шыны аралас қайталай беретін сөзі бар. Сен мені не жындандырасың, не түбіме жетесің. Әйтеуір тыныш қалдырмайтыныңа көзім жетеді. Сонымен ол әдемі әңгіме жазуға кіріскен. Талайдан қалам ұстамағандікі ме, жоқ алдын ала ойын қорытпағандікі ме, әйтеуір қолы қағаз бетінен алыстап қалыпты.
мұның бәрінің не керегі бар деп ойлады ол аздан соң. Өзің туралы жазу, өзің жайлы өсек айту емес пе? Қанша сағат отырғанмен қағаз бетіне бір әріп те түспеді. Не үшін жазам деп тағы ойлады. Бәрібір ертең болмаса арғы күні жыртылады. Талай жазбалар қызғаныштың, түсінбестіктің құрбаны болып кеткен. Жігіт ойынша жазу деген әлдекімді аңсау. Түн ортасы ауа оның ойына қызыл құмырсқа түсті. Адам айтса нанғысыз, бала күнінен ол қиялданып жазуға кіріссе, қайдан келе қалатыны белгісіз, жылдың қай мезгілі болсын бір қызыл құмырсқа келіп, мұның қағазының бетінен өтетін. Қанша уақыт жазбағандықтан ба, тіпті ол жайлы ұмытып та кетіпті. Құмырсқаны көрсе, керемет бір дүние жазардай, жас балаша жан-жағына зер сала көз тастаған. Ол таң атқанша отырғанмен ештеңе өндіре алмасын білген соң, ертең барып газет қызметкерлерінен қызық әңгіме жаза алмағаны үшін кешірім сұрап, оқырман қабылдамайтын қысқа дүниесін алып қайтпақшы болып шешті де, төсегіне жантайған. Көзі ілінер-ілінбесте шошып оянды. Әлгі тентек жанша төңіректен таба алмаған қызыл құмырсқа бұның көз алдында адам бойынан да биік болып, бір құбыжық болып келіп бас салды. Неге екені белгісіз, осыдан соң көзін жұмса болды, небір үрейлі бейнелер кезектесіп көз алдынан кетпей қойды. Тіпті қол-аяғы дірілдеп, беймаза күйге түскен соң кітап оқып, ұйқы шақырмақшы болған. Сөредегі қолына іліккен кітаптың құлықсыз ғана бір бетін ашып қарап, пышақ деген тақырыбын көріп, селк ете қалды. Келесі кітаптың бетін ашқанда тозақ азабы деген баданадай жазбаны көріп, жалма-жан тағы бір кітапты алды. Аларын алса да сескене тұрып беттерін парақтаған, саусақтары тоқтаған бетті ашып қалып еді, жұлынған бас жайлы хикая деп одан да сорақысы шыға келді. Аядай ғана бөлмеде аласұрып отырған ол, анадайда жатқан темекі қорабын көріп, сол ғана бүкіл азаптан құтқаратындай бас салды. Аздан соң өз-өзіне жаңа келгендей, көп ұзамай қызғаныштың, қаталдықтың құрбаны болар жасыл күнделіктің бетін ашып, жан таласа жаза бастады. Бүгін ақпан айының 8-і, Абай мен Наурызбай көшелерінің қиылысы, сағат кешкі 6 мен 7-нің арасы. Мен өз атымды 3 рет қайталаған, оның даусынан селк етіп тоқтадым да, жан-жағыма қарағанмын. Бірақ ешкімді көре алмадым. Әдемі әңгіме жазу жайындағы ойым быт-шыт жинай алмай отырмын. Менің бар ойым санамда, бір түйірде бос орын жоқ. Барлығын ол жинап теріп алған. Тіпті атана бауырларымнан да алыстап барам. Не болғанын өзім де түсінбеймін. Әйтеуір бір белгісіз күш мені соңына ертіп барады. Таңғы сағат 7:38. Мен кенет есік қағылды. Алғашында мән бермеген ол аздан соң жігіт қағысын анық таныды. Оның ойы есік ашу емес, күнделікке жазбақшы болған ойын аяқтау еді. Онан соңғы үкімді не болса да тік тұрып қарсы алу. Есікті қайта-қайта дүрсілдеткен жігіт айғайға басты. Аш есікті, бұл мен ғой, аш деймін тезірек. Біліп едім, сенің қалай жақсы көретініңді дәлелдедің. Таңғы сағат 7:40. Ештеңе жаза алмадым. Құмырсқа келмеді. Мен есікті қайта-қайта ұрғыштаған жігіт енді тебуге кірісті. Аш деймін, әйтпесе сындырам. Бүгін ақпан айының 8-і емес, ақымақ, наурыз айының 31-і. Ол жазған жарты бет күнделікті жасырып үлгермей терезе ашып жетдетпекші болып бұрыла бергені сол еді. Терезе алдындағы құмырсқаға көзі түсті. Жан таласқан жан азабынан осы құмырсқасы ғана құтқаратындай қуанып келіп ұстай берем дегенде құмырсқа оның саусағын шағып үлгерді. Екпінде есікті бұзып кірген жігітке қарай 1-2 ғана қадам басқан ол, жігіттің аяғына басын төсеп сылқ ете қалған. Бөлменің іші көк түтін еді.
Жігіт бұзылған есікті қайта серпіп шығып кетті. Екеуінің сырына қанық көршілері бар кінәні жігітке артса, жігіт өзі есік қағып тұрғанда ақпан айының 8-і деп әлдекімге әңгімелеп отырғанын, содан соң терезе ашылып әлдекімнің шыққанын, сонан соң өз кінәсі үшін аяғына жығылып жан тапсырғанын айтады. Айтпақшы, сенде бір өтінішім бар еді. Алғашқыда соңғы өтінішім. Хабарласқаның өте дұрыс болды. Сен үшін қиын шаруа емес. Орындаймын деп уәде берсең айтайын. Есіңде ме? Баламды көтеретін кезеңде сен мені Самарқандқа, Бұхараға қыдыртпақшы болып жолға шыққанымыз. Бірақ адасып қалың қорымға қонып кері қайтып едік қой, есіңде ме? Мен білетін сенің жалғыз мекенің сол жер ғана. Сен дәл сол жерді іздеп тапшы, қолыңа күрек ала бар. Бар да терең, өте терең етіп жерді қаз, сөйтте ішіне жата ғой. Сонан соң бізді күт, шыда, ерте ме, кеш пе, біз балаң екеуміз артыңнан барамыз. Мүмкін аршып алармыз, мүмкін топырақ салармыз. Мүмкін осылай істесең ғана менің халімнің қандай екенін түсінерсің. Соңғы өтінішім, осыны орындашы. Ең болмаса, сенің осы адамгершілігіңе риза болып өтейін. Қалған арғы өмірде сөйлесерміз. Хайыр, хош. Менің тасада отырып тыңдағаннан басқа қолымнан ештеңе келмеді. Тіпті оның жүзіне қарауға қаймықтым. Осы бір сәттің боларын алдын ала білгендей, келіншектің баяулатып отырып, бар сырын ақтарып тастағанына таңдандым. Ол трубканы қойған соң, менің алдымнан бір пара қағаз алып, асығыс бірдемелерді жазды да есікке беттеді. Оның бізге келген 5-6 айдың ішіндегі асығыс қимылын алғаш рет көргендіктен бе таңдана жүзіне қарадым. Ол осыны сезгендей артына бұрылып, иә, соғыссыз өмір сүргенімізге де 55 жыл уақыт өтті, деп күрсінді де байсалды қалпына қайта түсіп шығып кетті. Мен сонда ғана жанарының тым тереңінде жатқан оның ойларын түсінгендей болдым. Жалма-жан әңгімедегі жазған қағаз бетіне үңілгенім. Қағазда мені өз еркіммен жұмыстан босатуыңызды өтінемін деп қана жазылған екен. Бұрымыңды кескенің, ақылыңды кескенің, деді әкесі. Бұрымыңды кескенің, өмір жолыңды кескенің, деді анасы. Бұрымыңды кескенің, жаңа өмірге келгенің, деді құрбысы. Осы үшеуінің қайсысы әулие деп ойлады ол. Бірақ түн баласы бұрымынан қорлық көріп, кірпік ілмей шығатынын, өріп жатпақ түгілі төсекке байлап жатса да тарқатылатынын, қылқындыра тұншықтырып шошына оянатын ол жан баласына тіс жарып айта алмады. Осы үшеуінің қайсысы әулие деп ойлады ол, айна алдында тобығына дейін түсетін қолаң шашын аялай тарап отырып. Бірақ оны күріштің тозаң суымен ғана өсіргенін, айранның көк суымен әрлегенін, жиде ағашының тарағымен ғана тарайтындығын және кіндігін кескелі қайшы тимеген құпиясын ешкімге айтқысы келген жоқ. Ата-анаңа рахмет, деді көрген қарттар. Қарындас, танысайық, деді жігіттер. Қай заманнан келдің, деді құрбы қыздар. Осы үшеуінің қайсының сөзі шын, деп ойлады ол балгерге бара жатып. Бәрінікі де дұрыс, деді балгер, бірақ кеспегенің жөн. Кімге кестірсең, соның тағдыры сенің басыңа қайталанбақ.
егер кесе қалсаң, оны адам баласының табаны тимейтін жерге жерлеуге тиістісің. Өйткені ол анаңның құрсағынан бірге келе жатқан жолдасың, қарын шашың. Ешкімнің де айтқаны дұрыс емес, деп ойлады балгерден келе жатып. Кесемін, бүгін қалайда кесемін. Бүгіннен қалсам, ол менің басымды жалмайды. Әрбір түні өз бұрымынан өзі үрейленген азапты адам баласының басына бермесін. Бірақ бұл азапты балгердің біле алмағанын да, ешкімнің тағдырын қайталағысы келмейтінін де біреуге кестіріп, өзге жанды бұрымының наласына қалдырғысы келмейтінін де көңіліне түйіп қойды. Сонан ол соңғы рет айна алдында бұрымын жая айналып, мейірлене сипалап, қос білегі талғанша асықпай өріп шықты. «Қош», деді ол, «арғы өмірден бірге келген жолдасым, қош, кешір мені». Сөйтті де дайындап қойған қайшысын алып, желке тұсынан шорт кеспекке ыңғайланды. Осы сәт не қоштасқаны, күрсінгені белгісіз, бұрымы қолына ырық бермей бұлғақтап кетті. «Мені қимай тұрсың ба?» деді ол. «Қимайтын болсаң, неге мені сонша қинайсың? Түнде түнімен буындырып, күндіз неге моп-момақан бола қаласың?» Ол көз жасына ерік бере отырып, бұрымы бұны емес, өзі бұрымын кесуге қимайтынын түсінді. Түсініп қана қойған жоқ, көп нәрсені сезінді. Сезініп қана емес, ап-айқын көрді де, бұрымын кескен күні әкесінің бұл өмірмен қоштасатынын, бұрымын кескен күні жолында тек сәтсіздіктер басталатынын, ешкімнің алғыс айтпайтынын, ешкімнің таныспайтынын, айналасында тек қана шуласқан құрбы қыздар қалатынын, бәрін көрді. Ол ұзақ ойға шомылып отырып, осылардың ішінде ең қадірлісі әкесі екенін жақсы түсінді де, әкесінің бір күнде болса өмірін ұзартқысы келіп, аласұрған көңілін басып, төсегіне жантайды.